Қайрат Чемпиондар Лигасында дебют жасады. Барлық шығып жатқан статистикаларға қарасақ, Қайраттың келесі кезеңге өту пайызы 0. Қайрат 36 команда ішінен соңғы орын алады деген ақпараттар тарап жатыр. Кешегі ойынды көрдіңіздер ме? Нағыз Еуропаның ойыны ғой. Әрине 220 секунд ішінде 3 гол жіберіп қойғанымыз бар шығар, бірақ дәл соны санамағанда Спортингтан кем ойнаған жоқпыз. Тіпті біз қорыққан жас бала Қалмырзаның өзі қақпада тас қамал болып тұрды. Тамаша сейфтер жасады. Одан қоса пенальтиді қайтарған іші. Теледидар алдында қуанып отырдық. Әрине тәжірибенің жетіспеуі кейбір жерінде көрініп тұрды. Айда кеше ғана КПЛ-да дебют алып, ертесіне Чемпиондар Лигасында да дебют алу дегенді бұрын соңды көрмеппін де, алдағы уақытта ондайды көруінің ықтималдылығы өте төмен шығар. Жалпы тарих бойынша Шерхан Қалмырза Чемпиондар Лигасында алаңға шыққан ең жас 3 қақпашының қатарына енді. Үштіктің соңында тұрған Икер Касилесті 4-ші орынға ығыстырды. Тағы бір қызықты факт. Чемпиондар Лигасының парақшасының өзі Дастан Сәтбаевты жеке шығарып қойды. Ол да бекер емес. Себебі осы матчта гол салған кезде ол тарих бойынша гол салған ең жас ойыншы атанар еді. Дәл қазір бірінші орында Ансу Фати, ал екінші орында Ламин Ямаль. Бірақ өкінішке орай Дастан гол сала алмады. Ал келесі ойында гол салатын болса, онда тек Ямальдан ғана озады екен. Бүгін матчқа шолу жасап, кейбір жерлеріне талдап өтейік. Ескере кететін жағдай, мұнда көбінесе Қайраттың шабуылдарын алдым. Ал Спортингтің тек маңызды шабуылдарын ғана. Себебі Спортингтің соққылары өте көп болған. Сіздермен бірге желі аяқтарыңыз және де оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде видеома лайк басып, ардама тіркеле кетіңіздер. Ол мен үшін үлкен шабыт. Екі команданың бастапқы құрамдарына назар аударайық. Дәл қазіргі таңда Спортингте мен танитын ойыншылар көп емес екен. Бұрынғы Спортинг пен қазіргі Спортинг мүлде басқа. Сол үшін қандай ойын көрсететіні де маған қызық болды. Матч басталды. 5-ші минутта Суарестен әдемі пас алған Педро Гонсалвеш аяғының сыртымен қақпаға бағыттаған добын Қалмырза алып шықты. Қауіптің бетін қайтарған алғашқы сейф. 7-ші минутта қарымта шабуылға шыққан едік. Алайда қарымта шабуылымыз позициялы шабуылмен жалғасты. Нәтижесінде тек бұрыштама және ол бұрыштамадан аса пайда болмады. 19-ші минутта қарсыластың шабуылын тоқтатқан соң, Громыканың пасы қарымта шабуылды бастай алмады. Есесінен бізге қайтадан кері шабуыл басталды. Нәтижесі не болды? Нәтижесінде пенальти. Маринский допқа үлгермей қарсыластың аяғынан тепті. Қақпада жас бала Қалмырза. Бұл пенальти Қалмырза үшін де, Қайрат үшін де Чемпиондар Лигасындағы алғашқы дебюттік пенальти. Соққы және алғашқы минуттардың қаһарманы белгілі болды. Ол Шерхан Қалмырза. Есеп әлде 0-0. 24-ші минутта Спортингтің жас таланты Джованни Кенда сол аяғымен ширіп тепкен соққысын біздің қақпашы қайтара түсті. Матч барысындағы үлкен екінші сейф. 33-ші минутта шабуыл кезінде Маринский доппен қарсылас қақпасының алдына дейін келіп, соққыға жөнді аяғы тимей қалды. Пайдасы жоқ шабуыл болды. Осы сәттен кейін артынша Дастан Сәтбаевке кездейсоқ доп келіп қалды. Көп ойланбай тепкен соққысы өте жойқын ұшты. Қақпашының өзі секіріп бар тоқтата алды. Алайда соққы өкінішке орай тура ортаға. Дәл осы соққы кез келген басқа бағытқа ұшқанда 100% гол деуге келер еді. Себебі мұнда жылдам допқа ешқандай қақпашы секіріп үлгермейді. 30-ші минутта бізден жақсы шабуыл орын алды. Ортадан допты Маринский алып жүріп, тағы да не істерін білмеді. Төмендегі Сәтбаевке береме деп едім, сәл доп ұстап Сәтбаевке қиып береме дедім. Бірақ ешқандай пас емес, тебем деген шешімі нашар болды. Соққысы қақпаға түгілі, қарсыласқа да тиген жоқ. Доп Громыканың артына тиіп бері ұшады. 41-ші минутта матч тағдырын шешкен сәт болды деп ойлаймын. Жоржиньо доп сұрап тұрған Громыкаға береді. Бірақ Громыканы дәл сол кезде Джованни Кенда артынан итеріп құлатып салды. Төреші бұл сәтке дымда демеді. Неге? Ойын барысындағы ойын соққысы деді ме? Қолмен күш салып itергенді фол емес деу қаншалықты дұрыс екен? Әлде мен қателесіп отырмын ба? Осыдан кейінгі қарсыластың шабуылы голмен аяқталды. Бұл жолы Шерханның саусақтары тимей доп қақпадан табылды. Не болдым? Қандай қателіктер орын алды? Бірінші сол, төрешінің Громыканы құлатқанына көз жұмуы. Басқаларын білмеймін, жеке өзім шағымданып отырмын. Екінші Тапаловтың сол аяғымен допты алыс тебем дегені. Жай ұшып қарсыласқа жетті. Ал Франциско Тринкаудың соққысында мін жоқ. Ішім ашып тұрса да айтайын, әдемі гол болды. Бірінші тайм осымен тәмам. Жалпы жаман ойнамадық. Соңындағы гол сағымызды сындырмас деген жақсы ниетім болды. Екінші таймда мүлде басқаша бастадық. Прессинг жасай бастадық, етіміздің тірі екенін көрсеттік.
47 минутта Мрынский оң қапталмен айып алаңына пас шығарады. Бұл пас сәтсіз болғанымен өзінен табылған доп екінші шабуылға мүмкіндік беріп отыр. Екінші мүмкіндік те сәтсіз. Тапалов допты тебе алмай қарсыласқа беріп қояды. Дәл осы сәтте доп қайта Мрынскийде. Үшінші мүмкіндігі тағы да сәтсіз. Ақыр соңы Жоржиньо допты стадионнан асырамын деді. Саналы секундтардан кейін бізде осы матчта ең сұмдық сәт орын алды. Жоржиньо Сәтбаевқа береді. Ол болса тура қақпашыға теуіп, сәтті 0-ге теңестіреді. Неге қалайша әдетті кез келген жерден теуіп есепті ашып жүрген Дастанға не болды? Дәл осының алдында болған Ақтөбемен ойында ыңғайсыз жерден тура бұрышқа ауыр соққысымен тепкен еді ғой. Ал мұнда шетке жай жіберсе гол. Тіпті ең болмағанда сол жағында ашылып жатқан ГРМК-ға пас тастап кету керек еді ғой. Әттең. 48 минутта қарымта шабуыл кезде қарсылас айып алаңына әуемен пас шығарады. Қалмырзаның осы кезде тәжірибесінің аздығы білініп қалды. Шығайын ба, шықпайын ба деген күмәні тағы да голмен ұласайын деп қалды. Жолымыз болғанына орай доп қақпаның маңдайшасына тиіп қалады. 50 минутта Дастанға оң қапталдан пас келеді. Қарсыласынан бұрыла салып, ортадағы Жоржиньоға пасты жалғады. Ал оның соққысы тағы да аспанға. 54 минутта Араттың соққысы тура қақпашыға. Аса жойқын ұша қоймады. 56 минутта Мрынский доппен алға шығып Аратқа пас береді. Сәл пауза ұстаған ол Жоржиньоның әдемі ашылғанына ғаламат пас шығарып отыр. Сосын не болды? Сосын дым болмады. Соққы емес қақпашыға пас бергендей болды. Бұл сәт статистикаға да ілінбепті, себебі дәл осы сәтте ГРМК қарсыласына Жоржиньоға баруына тосқауыл болып ұстап қалған екен. Төреші ереже бұзылды деп айып соққы тепсін деді. Қақпашы айып соққысын арғы қақпаға дейін шығарады. Жай пас қауіпті пасқа айналған соң бұл сәтке Шерхан да қосылып қауіптің бетін қайтарады. Бірақ шабуылмен соқтығысқан соң жарақат алды осы кезде дедік. Егер Шерхан да жарақат алып ойынды жалғастыра алмаса, келесі Шерханнан да кіші қақпашы шығады екен. Қақпашылардың дебюті атты футбол көргім келген жоқ. Шүкір, Шерхан аман сау. 65 минутта Спортингтен шабуыл. Оң қапталмен бастауын шабуыл голмен аяқталды. Кім? Тағы да сол Тринкау. Сол аяғымен шире салып екі голдың авторы атана салды. Шерхан бұл жолы да оның соққысын тағы да қайтара алмады. Не болды? Қандай қателік орын алды? Бұл енді нағыз шеберлік. Мына сәтте Тринкау Қасаболаттың артында болған. Бірден оң жаққа секіріп шыға келді. Соны көрген әріптесі оған пас беріп үлгерді. Негізі Қасаболатта Тринкаумен жылжу керек еді, бірақ ол оны көрмей назарынан тыс ұстап қалды. Өкінішті. 67 минутта тағы да шабуыл, тағы да голмен аяқталды. Сантыстың соққысын Шерхан қайтара алмады. Оның да себебі бар. Төмен бағытталып бара жатқан доп біздің қорғаушыға тиіп жоғары ұшады. Ал төменде қорғаймын деген қақпашы жоғарыға қолын көтеріп үлгермей қалады. Өте жылдам эпизод болған соң қақпашыны кінәлай алмайсың. Мына шабуылдың өзі басымдықпен келген шабуыл ғой. 7 адам Спортингтен, 5 адам бізден. Біздікілер шаршап қалған ба, білмеймін. Қорғанысқа қарай асықпай келе жатыр. Мына жерде ГРМК тез қаттырақ жүгіргенде тез жетер еді. Бірінші қателік осы. Екінші қатер Қасаболаттың да баяу келгенінде. Берген пасын тоқтата алмады. Ал Арат болса тіпті асықпайды. Дәл осы Арат тезірек жүгіріп Сантысты жапқанда, Сантыс тебуге мүмкіндік ала алмайтын еді. Осы нәрсені түсінбедім. Бұл кісілер біздің қорғаныс жақта Куртуа, Канавара, Ван Дейк, Видич бар деп ойлады ма? Бірінші мен екінші голдағыдай бұл жерде ондай шеберлікте орын алған жоқ. Сантыс жай допты күтіп алып тепті. Әттеген ай деп осы кезде айту керек. 68 минутта Джованни Кенда оң қапталмен Месси режимін қосып, бәрін алдап есепті 4-ке жеткізді. Бұл сәтке тіпті пікірде қалдырғың келіп тұрған жоқ. Мәселе 4-ші голда емес. Мәселе бәрін алдап салыда да емес. Мәселе 220 секунд ішінде 3 гол кіргізіп алдық. Әдемі ойнап жатыр едік қой. Не болды өзі? Неге ойыншыларымыз шашылып қалды? Неге қорғаныста ешкім болмай қала береді? Ойыншыларға жігер беретін капитаншы. Сұрақ көп, жауап жоқ. Керең мен Мылқау кездескендей үнсіздік орын алды. 80 минутта Шерханның тәжірибесінің аздығы тағы да білініп қалды. Тринкаудың алдына шығайын ба, әлде қалайын ба деген күмәні голға айналайын деп қалды. Бірақ Тринкау солақай ғой. Сол үшін оң аяқпен қақпа жанына тепті. Артынша пенальти сұрап жатыр әрине. Төреші ойна деп көңіл бөлмеді. 86 минутта Қайраттың жұлдызды сәті. ГРМК оң қапталға ашылған Рикардиньоны көреді. Ол көп ойланбастан ортадағы қандасы Эдмилсонға шығарады. Жойқын соққы және есеп 1 голға қысқарды. Гол соғылса да біздің бапкерде эмоция жоқ. Стиль таза Жозе Мауриньо болып тұр. Расымен де не үшін қуану керек? Ойынның соңынан соғылған гол.
Негізі бұл гол есепті теңестіретін не еселендіріп тұратын гол болу керек еді ғой. Жарайды енді, ойынның соңғы сәтіне келейік. Доп Дастанға келеді. Дастан қарсысын алдап ары қарай барудың орнына құлай салды. Барлығымыз айып соққысы деп айқайлай кетіп едік. Сөйтсек, симуляция екен. Дастанға ескерту жасалды. Керек емес жерден сары алып отыр. Неге қылады? Жылдамдығын ұстай алмай қалды ма? Әлде төреш көрмей қалады деді ме? Мүлдем түсінбедім осы сәтті. Ал енді кішігірім қорытындылай өтейік. Меніңше Дастанға сол қапталда ойнай бер деу керек еді. Ортада аса пайдасы болмады. Себебі тәжірибесі мол спортингтің қорғаушылары әуеден келген доптарды Дастанға мүлде бермеді. Ол өзін дәл қазіргі жаста сол қапталда өзін еркін сезінеді. Бәлкім алдағы уақытта Агуэро секілді ортада ойнай беретін шығар, бірақ қазір орта не оң қапталда өзін таппай қалуда. Екінші мәселе Громыко мен Мрынский. Бірінші таймда жол болмағандарын көрдік. Аяқтарды түспей жатқанда байқадық. Дәл сол екінші таймда да көрінді. Громыко жақсы пастар бере алады, бірақ дәл осы ойында басқа жағынан пайдасы өте аз болды. Мрынский пенальти алып келді. Оң қапталдан жасаған пастары өтпеді. Ортамен кел тебемін дегендері де іске аспады. Қосалық құрамдағы бразилиялықтар ұзақ қосалық құрамда отырып қалған секілді. Ақыры осы чемпиондар лигасына арнайылап шақырылған жоқ па? Дәл осы екеуі де сол голды жасап беріп отыр. Собаска бойынша Мрынскийде 5-9 ұпай, Громыкода ең төменгі ұпай, яғни 5-6, ең жоғары ұпай ол Қалмұрзада, оныкі 7-9. Ал жалпы ойын әдемі болды. Кейбір жеріне мін тағуға болатын шығар, бірақ ондай мінді Барселонаның доп иелігіне де тағасың. Сол үшін барлығы тамаша. Мұндай ірі додада қобалжу деген бәрі бірдей болады. Сол үшін тек әдемі деген баға қоямын. Мен мұндайды күтпедім. Мен ризамын. Сіздерді ойын өрнегіне риза деп ойлаймын. Сіздермен бірге желаяқтарнасы маған қолдар ретінде лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Аман болыңыздар.